Ана һәм бала саламатлығына қоршаған орталықтың тәсірі. Өтіп баратырған хәптеде анағырағы 27-28 октябрь күлері Ташкент қаласында 15 мемлекеттің ілімпазлары тарау қанегелері қатынасқан халықаралық ілімі әмжуман ұсатамада болып өтті. Онда текарынан ықылым өзгерісі һәм оның инсан саламатлығына көрсетіп атырған тәсіріне байланысылы мәселелер көріп шығылды. Этібарлысы ілімі әмелі әнжуман Қарақалпақстан медицина институты басламасы менен шөлкеместірілген һәм 2 күн давам еткен іләжла Германияның Мюнхен, Австрияның Вена һәм Американың Питтсбург университетлері менен бірге ислесулер келісіп алынды. Сондай-ақ резолюцияда қабыл етілді. Конференциядан Каспесінің репортажы. Мемлекетімізде соңғы жыллары аналар һәм балалар саламатлығын қорғау, халықтың репродуктивтік саламатлығын және де бекемдеу бағдарында кең көлемлі ләжлар әмелге асырылмақты. Атап айтқанда 2017-2022 жыллары аналар өлімшілігі көрсеткіші 1,5 есеге, нәрестелер өлімі болса 1,3 есеге азаюына ерсілді. Бұл бағдарда еліміз басшысы тарапынан бірнеше қарарлар қабыл етіліп, 25-тен артық низамлар іслеп шығылды. Ана һәм бала саламатлығынан қоршаған орталықтың тәсірі тема оғада ахметлі. Өзбекстанда жылына 1 миллионға шамалас нәресте дүнияға келеді екен, міне ұсыншама ана һәм баланы асырау мемлекеттің ең ахметлі мәселелерінің біріне айланғалығы, солықта медицинада интеграция зәрүрлігін, біргелікте келешек әулет хақында қайғыру лазымлығын һәм бұл бағдардағы машқаларды біргелікте шешім қабыл ету керектігін Ташкент қаласында болып өткен форумда қатынасушылар тарапынан атап өтілді. Әлбетте, дүниежүзілік денсаулықты сақтау шіркемінің уәкілдері һәм Өзбекстанның жетекші алымлары, эксперттері, белгілі клиникалардың басшылары біргелікте бұл бойынша арнаулы жол картасын іслеп шығуды назерде тұтты. Этібарлысы Анжуман Қарақалпақстан медицина институты тарапынан шөлкемлестірілді һәм оған профессор, оқытушылар, студент жастар да қатынасты. Бір нәрсе айтайын, как ілімпаз сипатында дүния жүзінде экология бойынша экологик медицина рауарланып жатыр. Экологик иммунология пәні бар азыр. Экологик эндокринология пәні бар. Экологик патофизиология бар. Демек, бүгінгі күнде экология тәсір қылғанда адамға, ол бір жеріне бір экологический проблема болып анықталмайды ол. Ол қанға тәсір етеді, иммунный системаға тәсір етеді, енді гормонға тәсір етеді. Соның арқасынан кеселік пайда болады. Ол кеселік экологиядан пайда болды ма, я гигиенаның жаман болғаннан тәсір болды ма, я бір ауқат жемегеннен пайда болды ма, оны анықтау ол врачлардың жұмысы. Соның үшін енді қазір ең жақсы бір біздер әзір жоғары оқу орындарында халықаралық стандарт қойып жатырмыз. Әрбір пәнді үйреткенде, рауарландырғанда тастиқлаушы медицина шпатлап беруші фактпенен балаларға білім беру керек. Маған қуанышы жер, бүгін мне 15 мемлекеттен 30-дан көбірек экспертлар әзір қатынасып отырды. Олар естіп отырды, презентация қылып жатырмыз. Біздерде жасыратын жеріміз жоқ. Біздерде әлбетте ұтығымыздан көп, проблемаларым көп. Судың сапасы. Бұл мәселе дүние жүзі бойынша 25% халық дүния жүзінің олар жаман су ішеді екен. 25% халық. 8 миллиардтың 25% қасында 2 миллиард адам жаман су ішеді екен. Міне бүгін жылына Қарақалпақстанда 45 мың бала туылады. Менің мақсатым, арманым бүгін врач-гинеколог бар. Әрбір беременна хаялды Қарақалпақстанда һәм бір жасқа дейін баланы мен таза ішімдік сумен, портатив фильтрмен тәмінлеуге маған 100 мың фильтр керек болды. Соны ортаға қойған. Бүгін 18 адам шетелден келіп қатынасып отырды. Олардың 95% бірінші мәрте Өзбекстанда кеше һәм жерге барып, қарап, қуанып, бұл қандай ажайып бір мемлекет екен, ажайып бір бейіште жер екен, біз неге білмедік деп, уже қазір олар план түзіп жатыр, қашан конференция ендігі мәрте болады деп. Заманауи медицинада экологиялық эндокринология, экологиялық онкология, иммунология сияқты жаңа өзгерістер, сондай-ақ ықылым өзгеруімен байланыслы болған 30-дан артық кеселіктер пайда болды деп атап өтті халықаралық экспертлер. Профилактикалық ләждарын көру болса ең ахметлі шешім. Qoraqalpog'istonlik hamkasblarimiz Qoraqalpog'iston tibbiyot institutining bir guruh xodimlari, olimlari, olimalari, rahbarlari boshchiligida O'zbekistonning mana shunday katta poytaxti bo'lgan Toshkentda tabiatda bo'layotgan voqealarga, ekologik muhitning tabiatda bo'layotgan o'zgarishlarning onalar va bolalar salomatligiga ta'siri haqida juda chiroyli va juda ma'noli anjuman bo'lmoqda. Bilasizmi, biz doim Orolbo'yi hududidagi ahvol bilan qiziqamiz. Orolbo'yi hudud to'g'risida ko'p gapiramiz. Lekin men Toshkentda yashayman, Toshkentda ishlayman.
qoraqalpog'istonlik hamyurtlarimiz, do'stlarimiz kelib Toshkentda butun O'zbekistonning bolalariga, onalariga, homilador ayollarga ekologik muhitning ta'siri to'g'risida anjuman qilishi bu juda ham sharafli. Butun dunyodan mutaxassislar kelishgan. Tug'ish yoshimizda bo'lajak ona qizlarimizda qancha anemiya bor, bir ko'z oldiga keltiring. Homilador ayollar orasida qancha kamqonlik kasalligi tarqalgan. Undan tashqari qarang. Tabiatni bo'lib, biz doim janub deymiz, sharq deymiz, g'arb deymiz, yo'q. Bular viloyatlariga bo'lib, O'zbekistonni viloyatlariga bo'lib, Qashqadaryoda qaysi tabiatning o'zgarishi asosida kasalliklar kelib chiqqan. Qoraqalpog'istonda qaysi kasalliklar rivojlangan, hammasini tahlil qilib berishmoqda. Мағлұматларға қарағанда бүгінгі күні дүния жүзінде экология менен байланыслы 30-дан артық кеселіктер пайда болған, һәм әлбетте экологиялық факторлардың ана бала саламатлығына тәсірінің алдын алу, уақытында профилактика жүргізу, сондай-ақ жайметтік шөркемдердің бірге істесуі ахметлі екенлігі де ітібарға алынды. Хақиқатында да 36 миллион халықтың келешегі миллет генофондына байланыслы. Яғни хаял саламат екен, әлбетте саламат перзент дүнияға келеді. Саламат әулет пенен миллет келешегі бекке. Халықаралық дәрежеде өткеріліп отырған бұндай анжуманның 11-шісі Ташкентте шөркемлестірілуде тосыннан емес. Себебі бүгін Өзбекстан дүния көлемінде экологиялық саясатты белсене алып барып отырған мемлекеттердің біріне айланды.